жоқ, Алла сенің жүрегіңе қарайды. Сондықтан біз Құдай бізді бауыр қылғаннан кейін сол ынта жігерімізбен біз бауырды сүюге ынтығымыз ауу керек. Бауырымыз бәріміз. Бауырымызды қандай жақсы көреміз біз? Сіздерді де біз солай жақсы көруіміз керек, бір-бірімізді. Міне ауырса зиярат етеді. Ауырса зиярат етеді. Қайтыс болса жаназасына барады. Ұрсып қалса арасын жарастырудың жолын қарастырады. Барлығы сол бауырмалдықтың, мұсылманның бір-біріне бауыр екендігінің мысал несін көрсетеді? Күштілігін көрсетеді. Сахабалармен отырғанда ертең бір уақыт келеді деді. Үмметім анау судың бетіндегі, селдің бетіндегі көпір сияқты болады деді. Су қай жаққа жүрсе, топырлап сол жаққа кетеміз, топырлап мына жаққа кетеміз. Батыс келіп былай қарайса былай кетеміз, орта келсе былай қарай кетеміз. Сонда сахабалар қараш өздерінің басындағы жағдаймен салыстырғанда, я Расулулла деді. О Алланың елшісі, олар аз бола ма деді. Потому что олар аздықтың зардабын шеккен да. Аздықтың зардабын шеккен олар. Олар аз бола ма деді. Сондай күй кешетін дейді. Пайғамбар жоқ деді. Олар ол күні көп болады деді. 1,5 миллиардпыз. 1,5 миллиардпыз. 300 миллион араб бар. 3 миллион Израиль бар да. Тиын тіретіп отыр бәрі. Неге? Мұсылмандарда ауызбірлік жоқ. Ауызбірлік жоқ. Сондықтан Абайдың сөзі келеді ғой. Бас-басына би болған өңкей қиқым, мінеки бұзбады ма елдің сиқым дейді. Бас-басына би болған өңкей шиқсымақтар мұсылмандарды быт-шыт қып бітті. Негізінде Алла Құранды ескертті момындарға. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла тағламун. Білмегендеріңді білгендерден сұраңдар деп ескертті Алла субханау тағала. Оны оқимыз, бірақ неге амал етпейміз? Біз кімнің сөзін амал етіп жүрміз сонда? Ал-ғулама уарасатул әмбия деді пайғамбарымыз айтты. Ғұламалар пайғамбардың мирасқор деді. Атағда пайғамбардың бұл сүннеті қайда? Алланың білмегендерді ғалымдардан сұран деген Алланың аяты қайда? Неге біз бұған амал етпейміз? Сендер бауырсыңдар деген Алланың аяты қайда қалды? Кімсің сен Құранды өзің иштихат қылып үкім шығарып алатын? Жоқ. Міне сол үшін Алла бізге азап берді. Сондықтан Алла субханау тағала бізді, пайғамбар не деді бізге? Ана қойдан бөлінген, отардан бөлінген қойды қасқыр қалай тез алса дейді. Мұсылманнан бөлінген адамды шайтан солай тез алады деген. Қараңыздар, сахабалардың 90% көзі тірісінде шиттер бөлінді ма? Бөлінді. Шайтанға жем болды ма? Жем болды. Шиттер. Айша анамыз зина жасады деп әлі күнге дейін айыптайды. Құдай сақтасын, өздерінің рафидалар, өздерінің жана жаман жүрісті әйелдерін Айша деп атайды. Міне, мұсылманнан бөлінді, шайтанға әскер болды. Омар радиаллаху, Осман радиаллаху анху, Абу Бакр радиаллаху анху кәпір деді олар. Омар радиаллаху анхуды өлтірген Абу Лулу әл-Мәжүсті дәріптейді. Молодец дейді. Залымды кәпірді өлтірген үшін дейді. Міне, сахабалардың көзі тірісінде кімдер бөлінді? Харижиттер бөлінді. Харижиттер бөлінді. 4000 адам Али радиаллаху анхудың қол астынан бөлініп шықты. Али радиаллаху анху Абдулла ибн Аббас жіберді, ғалым сап, ғұламаны. Барда айтаналарға түсіндір деді, істерін дұрыс емес екен. Сонда 4000 адам тарихшылар кетеді, 4000-дай адамның 3000-ға жуығы Аббаспен кейін қайта түсінгендікте. Құдай сақтады оларды. Қалған мыңы саяси ағым болды, ақырында Али радиаллаху анху бәрін қылып тастады. Күнә жасаған адам кәпір, теориялар. Иман келтіріп намаз оқымаған адам кәпір. Солардың ұстанымдар олар, харижиттер. Одан кейін қадариттер, оларды да шайтан тез алды. Сондықтан қияметке дейін ол шығады сауатсыздықтан. Сондықтан құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Инналлаха ла яджтамиул уммати ала дулал." Алла үмметімді адастыруға жинамайды дейді. Үмметімнің бәрі адасып кетеді деген жоқ пайғамбар. Фаиза раайтум ихтилафан фағалайкум бисаватил ағзам. Имам Термизиде келеді: егер сендер талас тартысты көрсеңдер, көпшілікпен болыңдар дейді. Көпшілікпен болыңдар. Пайғамбар үмметінің 90% ақидада ашғари матуридиді ұстанады. Үмметінің 90% шариғатта 4 мазхабты ұстанады. Абу Ханифа мазхабы мұсылмандардың 60%-ын құрайды. Одан кейін Малики мазхабы бүкіл Африка елі ұстап отыр. Одан кейін Шафиғи мазхабы, Ахмад ибн Хамбал мазхабы қазір жоқ. Оны ұстанатын мемлекет жоқ. Кең тараған имамымыз Абу Ханифа рахимахулланың мазхабы өміршең болған.
Мұсылман елді Мысырдың біраз жерінде жаңағы мұсылман елдердің көбісінде Абу Ханифа рахимахулланың фатуалары жүреді. А біз келемізде Абу Ханифа кім? Кім болады? Ғұлама. Сұра деді Алла тағала сол кісіден Құранда. Сұрауымыз керек. Біз, Алла бізді бауыр қылды. Біз имандағы бауырымыз. Ол біздің қалауымыз емес. Әлімсақта Құдай қалады біздің пешенемізге жазды. Сендер бауыр боласыңдар деді. Неге біз бөлінеміз? Ақиқатты іздейік. Бірге іздейік. Көзді ашу керек. Біз ойдан бір нәрсе айтып жатқан жоқпыз. Біз ғұлама, мұштақид ғалым емеспіз. Ғалымдардың сөзіне тоқтайық. Ғұламалардың сөзін қабылдайық. Алла тағала Құранда айтты ғой. Міне қараңыздар. Сондықтан міне біз өзіміздің Құдай бізді бауыр қылғаннан кейін біз осы бауырлықтың қадірін білеміз. Біз бөлінбеуіміз керек. Бөлінгенде бөрі жейді дейді. Ол пайғамбардың хадисі. Харижиттер не болды? Шииттер не болды? Муғтазили, Жабария, Каррамия, Қадария, қанша ағымдар бар? Бұның барлығы сол сауатсыздықтан, шайтанның жетегіне еруден. Неге? Өйткені Алланың Құранды кітабы, пайғамбардың сүннеті хадисін тыңдамағандықтан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам ғұламалардың мәртебесін білдіріп не деді? Алла тағала ілімді бергеннен кейін оны сендерден алып қоймайды деді. Құранды берді, тұр. Неше түрлісі бар? Әлі талай түрі шығады. Электронный дейді, андай дейді, мындай дейді, шығып жатыр. Сахабалардың, табиғиндардың, ғұламалардың кезінде болмаған Құран кітаптары бізде бар. Бұхаридің өзі жазған Бұхаринің кітабынан бәле несе әдемісі сондай біздің қолымызда жүр бәріміздің. Электронный түрі, кітап түрінде. Дұрыс па? Абу Ханифаның кезінде болмаған кітаптар біздің қолымызда қазір. Неше түрлі баспасы бар. Алтын жалатылған, андай жалатылған, мынадай баспақ, германский парақ дейді, андай парақ дейді, европейский, французский парағына қарай бөлінеді. Мысалы, кітапханаларға барасың, кітапты сандайсың. Кішкене сарғыш беттеу жаңағы Халифа Алтайдың Құран сияқты беттер олар қымбатырақ болады. Қағаздар андай нетпейтін жаңағы. Көзді ауыртпайды, көпке шыдайды, су тисе сарғаймайды деген секілді. Сапасы жоғары бет парақта да соған қарап жүр. А бірақ пайғамбар ілім жоғалады деді, қияметтің белгісі. Неге? Өйткені Алла тағала ілімді кітаптарды алып қоймайды бізден. Не деді? Ғұламаларды алады деді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ілім ана кітапта емес, ғұламаларда болу керек. Сол Құранды түсіндіретін, сол хадисті түсіндіретін ғұламаларды алады. Адасамыз. Құранда неше түрлі бұрмалаулар болған. Мысалы шииттерде мынадай құрып тапсыр бар. Мараджал бахрайни ялтақиян дейді. Екі теңіз жолығады дейді. Біреулер оны Қызыл теңізбен, Жерорта теңіз дейді. Уаяхруджу минху лу'лу вал маржан дейді. Одан маржан тастар мен лу'лу тастар шығады дейді. А оны кімдеріне дейді? Шииттер. Айтады, екі теңіз жолығады деген ол Фатима мен Али дейді. А одан екі жауһар тас шығады деп жатқаны Хусейн мен Хасан дейді. Өздерінің негізінде тәпсірлеп алады Құран. Міне сондықтан Алла субханау тағала бізге ғұламаларға еруді, ғұламаларды тыңдауды, ғұламалардан сұрауды не істеді? Міндеттеді. Мен ойдан айтып отырмын, Құдайдың сөзі ғой.